достар, біз көпшілікті мазалайтын сұрақтарға жауап беруді ары қарай жалғастырамыз. Соның бірі, сақтандырылмаған азаматтар еңбекке жарамсыздық парағын рәсімдей ала ма деген сұрақ. Егер пациентке сақтандыруға енетін қызметтер қажет болмаса, емхана еңбекке жарамсыздық парағын кепілдендірілген тегін медициналық сақтандыру пакеті шеңберінде бере алады. Мысалы, сақтандырылмаған азамат өткір респираторлық вируспен ауырып қалды делік. Ол емхананың фильтр бөліміне немесе учаскелік дәрігерге қарала алады. Яғни, оған диагноз қойып, ем тағайындау үшін сақтандырылған болу шарт емес. Сондықтан мұндай жағдайда еңбекке жарамсыздық парағын учаскелік дәрігер арқылы алуға болады. Ал егер оған алдағы уақытта өзге мамандарға қаралып, инструменталдық тексерулерден өту қажет болса, міндетті түрде сақтандыру статусы талап етіледі.